Міне біздің атыраулықтар бүгін жиналып, полный транзит біздің осы жерге келіп, қазір жайдың басшылықтары келіп мына жерге солармен бәрі бірлесіп отырып, смело жүре беруге рұқсат берді. Ал енді Алла қаласа көреміз бір күнде рейдті не болатынын. Барлық транзит газ тарағаны, жолдың бәрін жауып, өте керемет ауызбіршілік танытып, осы жерде қазір біразының басын қосты қаладағылардың. Смело жүрейік тұр қазір. Өзің диуанасың, кімге пір боласың дейді. Кеше Ақтөбеге келіп, ОПМ, яғни қауіпсіз жол іс-шарасын жасап кетті. Жолдың қауіпсіздігі, яғни мас күйінде жүрген, қарсы жолаққа шыққан адамдарды ұстаймыз деп, тәртіпке саламыз, яғни жүргізушілер деп келген полициялар. Қараңыздар, өздері қандай жол жүру ережесін өрескел бұзуда. Қарсы бағытқа да шықты, және сплошной линияны, яғни сызықты кесіп өтті. Сонда Қазақстанда заң тек қана қарапайым халыққа, қарапайым жүргізушілерге ме? Құрметті ішкі істер министрлігі, осыны қарасаңыздар, бұл кісілер неге білгендерін істеп өздері нарушать етеді, яғни өздері тәртіп бұзады, бірақ жүргізушілерді тәртіпке салғысы келеді. Осыған түсініктеме берсеңіздер. Иесіз жатыр, мұны автокөлік шыны керек. Полиция қызметкерлері терезесін ашық тастап кеткен. Мына жақтан келіп біреу отырып алса да, кім білет оны? Алатта таят, мына жақтан айдайды. Не бір оқиғалар бар ғой, неге мынау? Құрметті полиция департаменті. Олай неге патрульдік полиция қараусыз тұр? Терезесі ашық, машина оталып тұр осырғанда. Машинаны былай ашық тастап кетуге қорықпайсыздар ма негізі? Баған бері қарап тұрмын, ешкім жақындаған жоқ. Жоқ, маған неге сенесіз? Сіздер қараңызшы, терезе ашық тұршы, қараңызшы. Біреу айдапқа не бір оқиғалар бар ғой. Кетсе қалай болады? Машинаға ешкім жақындаған жоқ. 20 минут осы жерде тұрдық. Көрдіңіздер, сотрудниктер міне. Закон Республики Казахстан. 2 метра, пожалуйста. 2 метра. Жол емес. Сюда, вот патрульная машина стоит. Вот дорога стоит, проезжая часть. Линия адам жүретін жол. Қазақша сөйлеймін. 2 метр кішкене ары қарай. Сұрақтарыңыз болса, Бола ма? Таныстырып жүрсіз, сұрақтарымызды қойып алсақ ағасы. Сұрақтарымызды қойып алайық, бола ма? Болмаймыз. Сұраймыз ғой, көлікке байланысты. Неге ашуланып тұрсыздар, сіздер полициясыздар? Сіз неге сұрақ деп? Болды, жақсы. Транзитпен Ақтөбе облысы өзі транзит, армян, орыс учет жүріп жатқанда. Батыста сол ғой, батыста жүретін. Қандай іс-шара жүріп жатыр дегеніміз ғой қазір осы тұрғанда. ОПМ нежел, ОПМ нежел. Қандай? Безопасный дорога. Безопасный, қауіпсіз жол. Республика. Қазір енді жалпы қандай? Жоқ, түсіріп жатыр, неге фонарик өшірім? Сіздерді де бізге. Қуаныш. Қазіргі таңда жұмыс бабына кедергі жасап. Біз жасап отырмыз, сіздерге барған жоқ, сіздер ғой бізге. Онда осы сізге ескертіп жатыр. Жоқ, сұрақ қойдық, бола ма, болмай ма? Сұрағыңызға жауап беріп, қандай? Енді болды, жұмыс бабына кедергі жасамақ. Біз ештеңе істеген жоқ, сізге жақындан. Біз тұрық қой, бұл сізге сұрақ қойып жатыр. Біздер тұрмаймыз ғой. Транзит бола ма, болмайды ма? Онда бара беріңіздер, онда жауап бермесеңіздер, кете беріңіздер. Біз соны тастап кеттіңіздер, сол кезде неге 2 метр естеріңізге түспеді? Мен таңғалып тұрмын. Жаңа көлікті есігін ашып, нара тастап кетті. Бара беріңіздер, сіздерге ешқандай проблема жоқ. Ал енді келіп 2 метр заң естеріне түсіп кетті осы тұрғанда. Автоматпен қорқытатындай адам емес біз енді. Біз де Қазақстан Республикасының азаматымыз. Міне, собор қызметкерлері мына кісілерге найыз жасап отыр, былай келгенде фиксация бар барлығы. Маңдаймен тақалып. Жігіттер абзал, жаяу жүрін. Бізге абзал жаяу жүрінді. Жақсы. Осы тұрғанда бәрі кетті ал. Бұл уақытша кетіп барадыр деп ойлаймын. Уақытша. Себебі асығыс шықты көшеге. Енді бір оңынан шешіліп кетсін деймін транзит айдайтын жігіттерге. Негізі батыстың жігіттері жиналса қорқынышты негізі. Бірақ енді арты жақсы болсын, арты қайырлы болсын. Транзит номерлі көліктердің иелері бас қосып жатыр дейді. Сондықтан рейд келіп жатыр дейді. В общем, атырауда жаңалықтар болып отыр неше түрлі. Онда да тексеріп жатқандары көліктегі огнетушитель, аптечка, тағы да басқа сондай қажетті нәрселер барлығы болу керек қой. Енді итақта тексермесе де, ол келмесе де болу керек деген сияқты. Енді главный не қойып жатқаны сол транзит номерлі көліктерге сияқты. Сондықтан барлығы жиналып, бас қосып, білмеймін, сол проблема қалай шешеміз деп жиналып жатқан бар. Енді жалпы осы сәтті пайдаланып, бұл мәселені шешіп беру керек деп ойлаймын енді.
утиль сборды азайта ма, немесе учетқа қоюды бағасын азайта ма, бір амалын табу керек та. Себебі Атырауда тең жартысы транзит көлік, көптен транзит көлік. Ағайындарым, бауырларым барлығы транзит көлікпен жүр негізі, көбі. Негізі мен өзім көлігім қазақ енді. Бірақ та өзіңе қалаған нәрсені бауырларыңа қаламасаң иманың кәміл емес дейді. Сондықтан барлығы жақсы шешілгенін қалаймын. Себебі көлік мініп жүр, өздерінің атақтарына аударса екен деп тілеймін. Себебі сонымен семьясына жүр, таксовать етіп жүр, басқа жақта жүр деген сияқты. Сондықтан сонымен жұмыс жасап жүргеннен кейін, семьясын асырап жүргеннен кейін бұл мәселе оңынан шешілсін деп тілеймін. Ал енді рейд болып жатыр ма, басқа болып жатыр ма, енді оған жалпы біз қиналмауымыз керек. Себебі заң бойынша бәрі болу керек та бізде. Алдында байқап жатамыз, мысалы, өртеніп жатқан кезде көлік, мына огнетушительдер негізі тексеріп болмаса болмайды. Шықпайды оған ол дейтін, пыт-пыт дейді, болды. Сол үшін огнетушительді барлығын тексеріп, аптечканың ішінде дым жоқ, мен сіздерге айтайын. Алдында бір Астанаға жолға шықтым, ішін ашып қарасам, мысалы, дым жоқ ішінде. Құттай бірдеңе салып қойған, оның өзінің срок кодексі өтіп кеткен. Сондықтан олардың да срок кодекстерін қарап, дұрыс аптечканы негізі аптекадан толтырып алған жақсы. Сондай мәселелер ғой, енді главный причина сол транзит номерлар ғой. Сол үшін оңынан шешілсін, барлығы жақсы болсын деп тілеймін. Так, Ақтөбеде ОПМ басталды. Астанадан келді. Торговый дом айнан орында қазір. Бәрін тоқтатып жатыр. Тек қана торговый дом айна емес. Мияқта Қазақтелеком жағында да тұр. Полный билет, не бар, мин-код бәрін тексеріп жатыр. В общем, кімнің документ дұрыс болмаса, желательно бір аптадай мына ОПМ біткенше шықпаңдар. Жолдың ортасына шығып тоқтатып жатыр да ше. Кәдімгідей. Бірақ внедорожниктерді именно ше қатты тоқтатып жатыр что-то внедорожниктерді. Байқап тұрмын, именно внедорожниктерді қатты акцент қойып жатыр ғой. Жолдың ортасына шығып тоқтатып ше. Мен жерде машина қалып қалды ғой, Абухайханда вообще. Бұндай болмаған жағдай Абухайханда машина жүру аз деген. Міне тағы бір прадик кетті. Форанер екен ғой имам. Тағы бір форанер кетті. Үстіде дрон жүр. Дрон жүр. Кеш жарық, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Бүгін мені бір мазалаған жайт. Қазір енді 17-25 аралығы ОПМ жүріп жатыр ғой, барлығы түсінікті жағдай, тәртіпте керек. Дегенмен осы сәтті пайдаланып, қазір енді шоферлардың барлығы машинаға жетпес заттарын алуға іздеп жүр. Бітіп қалып жатыр көп жерде. Мана Көлавтыға барғам. Көлавтыда сол сәтті пайдаланып, адамдардың іздеп жүрген, сабылып жүрген пайдаланып, қазақша айтқанда итшемейтін заттар ғой, аптечкенің де 2-3 мыңның заттары ғой енді аймақ дегенде. Огнетушительдің болсын, аварийный знак болсын. Соларға 2 есе 8 мың, 10 мың деп баға қойып алып тұрды шалқай. Осындай бағаларды қадағалайтын адам бар ма? Бұл халықты қанау ғой енді. Өте дұрыс емес деп ойлаймын. Кімнің ойы қандай? Пікірлеріңізді білдіріңіздер.